Мына көріп тұрғандарыңыз Хатамет ет дүкеніндегі сиырдың, жылқының еттері. Мынау сиырдың сан еті. Біз қой болама, сиыр болама, жылқы болама 1,5 жасарын союға тырысамыз. Неге десеңіз, ол жұмсақ піседі да. Мынау да сиырдың еті. Енді мынау жылқының еті. Мыналар да жылқының еті. Бұның қандай айырмашылығы бар дейтін болсаңыз, жылқының еті жұмсағырақ болады да. Бұрын жылқының етini көп адам жеуге қиналатын, неге десеңіз, баға қымбат болатын. Қазір наоборот болып қалды, сиырдың еті баға жоғары, жылқының еті баға төмендеп кетті. Сондықтан кафелер, ресторандар, самсаханалар, немесе шашлық істейтін адамдар бұрын сиырдың санын алатын еді, қазір жылқының санын өтіп жатыр. Неге десеңіз, сиырдың еті тым қымбат болып кетті. Мынау жылқының саны жұмсақ болады, шашлық дейсіз ба, самса дейсіз ба, кез келген тамаққа ең дәмді болып шыға береді.